Сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырыңыздар. Бүгінгі біз сабағымызды бастамас бұрын сіздермен ынтымақтастық атмосферасын құрып алайық. Яғни біз сіздермен қазір мені түсін әдісі арқылы сабағымызды бастаймыз. Әр топтан 2 оқушы өз есімін ауада бейнелеу арқылы өз есімін бізге бейнелеп береді. Мұндағы біздің алдымызға қойып отырған мақсатымыз сіздерді ой жинақтауға және ой ұшқырлығына, жылдамдыққа жетелеу. Бірінші топтан өте жақсы, яғни Ердос өз есімін өте жақсы бейнелеп бере алды. Келесі жақсы Маржан, яғни Маржан да өз есімін жақсы бейнелеп бере алып отыр. Сіздердің топтарыңызда ал өте тамаша Назерке, яғни өз есімін көрсетіп бере алды. Келесі Рахмет, Нұржан да өзінің нұрлы есімін керемет белгілеп бере алды бізге, бейнелеп бере алды. Жақсы, яғни әділет өмірде де барлығы әділетті тең болу керек екендігін бізге дәлелдеп отыр. Рахат. Жақсы, өте тамаша, сіздерге рахмет. Ал енді балалар, біз сабағымызды қарай жалғастырайық. Сабағымызды жалғастырмас бұрын біз нысананы табайық әдісі арқылы топқа бөлініп алайық. Яғни бұл жерде біздің мақсатымыз біз алдымыздағы жатқан кеспе қағаздарда сұрақтар беріліп отыр. Сол сұрақтарға жауап береміз. Бұл жерде сіздер ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деп бөлінесіздер. Яғни кеспе қағаздарда берілген сұрақтардың жауабы осы 300-ге сәйкес келетіндіктен сол сұрақтарға жауап бере отырып, әрқайсымыз өзіміздің берген жауабымызға орай сол топқа барып отырамыз. Яғни бұл сабағымызда біз алдыңғы білімімізді еске түсіреміз. Ал келейік ортаға. Ал Ойзамина. 1734 жылы құрылған Қырғыз Қайсар экспедициясының мақсаты кіші жүздің аумағын жан-жақты зерттеу. Жақсы, яғни қай жүр? Жақсы. Жеті жарғы заңдар жинағын жасауға белсене атсалысқан Төле би қай жүзден шыққан? Төле би ұлы жүзден шыққан. Абылай Сабалақ атаған Төле би ұлы жүз. Әбілмәмбет хан орта жүз. 18 ғасырда ел қорғаған ерлердің бірі ауданымызда кесенесі салынған би, Ескелді би ұлы жүз. Арон Қыпшақ орта жүз тайпалары. Қарлыға сәуле атанған тұлға Төле би ұлы жүз. Қадек би орта жүздің ел. Қарахан Құрылтайының шешімімен бас қолбасшы болып сайланған хан Әбілқайыр хан кіші жүз. 1731 жылы Ресей бодандығын қабылдаған кіші жүз. Алғашқы бір болып Ресей бодандығын қабылдаған Әбілқайыр хан ол кіші жүз. Нұралы хан кіші жүздің ханы. 1718 жылы болған Аягөз шайқасында қазақ қолын басқарған кім? Қаракерей Қабанбай орта жүздің ханы. 1726 жылы Қазақстанның оңтүстігіндегі Ордабасы құрылтайы қай жүздің жерінде өткен? Ұлы жүздің жерінде өткен. Жоңғар соққысына төтеп бере алмаған рулары Самарқанға ойысты орта жүз. Яғни орта жүз жерлерінде. Жақсы. Ал балалар, біз топқа бөлініп алдық. Енді арғай сабағымыздың тақырыбын ашайық. Яғни қазір тақтаға мұқият қараңыздар. Мына бейнеге мұқият қарап, сонымен қосымша қазір сіздерге бейнефильм көрсетіледі. Осы алдыларыңыздағы суретпен және бейнефильмді байланыстыра отырып,
яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екендігін анықтап алайық. Сен жас Абылайдың, яғни Әбілмансұрдың ерліктері жайлы білесің бе? Жастайынан жетім қалып, Төле бидей ақылгөй абыздың, Әбілмәмбет хан мен Бөгенбайдай батырдың тәрбиесін көріп өскен Әбілмансұр 15 жасынан бастап жоңғарларға қарсы күресте ерлігімен көзге түседі. Жекпе-жек шайқаста Абылайлап ұрандатып жауға қарсы шапқан жас Әбілмансұр жоңғардың бас батыры Шарышты жеңіп шығып, Абылай деген атқа ие болады. Абылай хан таққа отырғаннан кейін 40 жылдан астам уақыт қазақ даласына өз билігін жүргізді. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын қалай деп болжауымызға болады? Ұлы жүз тобынан кім айтар екен? Қандай тақырып болуы мүмкін бүгінгі сабағымыздың тақырыбы? Абылай ханға байланысты. Жақсы, Абылай ханға байланысты. Ал келесі орта жүз тобынан кім айтар? Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатын көріп отырмыз. Жақсы, өте тамаша. Ал үшінші топ Зарина айта ғой. Бұл суретте 18 ғасырда қазақ хандығының картасы бейнеленген. Және екі алпауыт мемлекет, Ресей мен Қытай мемлекеттерінің билеушілері сонымен қатар елтаңбасы көрсетілген. Яғни қорытындылай келе, бұл бейнебаянда біз Абылай ханның сыртқы саясаты туралы деп ойлаймын. Жақсы, өте тамаша. Үш топтың да жауабы балалар өте тамаша жақсы. Бірақ мен осы топтардың ішінен әсіресе кіші жүздер тобынан жауап беріп отырған Заринаның жауабын мақтан тұтқым келеді. Яғни балалар, Зарина айтып өткендей, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. Ұзақ мерзімді жоспардан алынып отырған оқу мақсатымыз Абылай ханның ішкі және сыртқы саясатын бағалау. Бүгінгі сабағымызда біз тарихи тұлғалардың ұмытылмас еңбегінің мәнін білеміз, түсінеміз. Абылай ханның қазақ хандығының дербестігін сақтаудағы рөлін сипаттаймыз. Абылай ханның жүргізген ішкі және сыртқы саясатына талдау жасаймыз және Абылай ханның ерен істерін бүгінгі өмірмен бағалаймыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы дербес қазақ мемлекетін сақтап қалудағы Абылай ханның рөлі қандай? Енді біз сіздермен топтық тапсырма орындаймыз. Яғни біздің қазіргі қолданатын әдісіміз 515 әдісі деп аталады. Яғни топтар 5 минут ішінде бір мәселе бойынша 5 идея айтуларыңыз тиіс. Сіздерге беріліп отырған тапсырма тарихи тұлғалар кімдер, ұлт тағдырындағы тұлғалардың рөлі қандай? Ал тапсырмаға көшейік, уақыт кетті.
Tapsırmаны аяқтаған топтар бар ма? Олжыз тобы тапсырманы аяқтап болдық қой деймін, жақсы. Және орта жүзде де кіші жүз тобы да тапсырманы орындап аяқтаған екен. Ал Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстан мемлекетінің қолбасшысы. Абылай хан, қазақ хандығының аса көрнекті саяси және мемлекет қайраткері. Әбілқайыр хан, кіші жүз ханы, ұлт азаттық күресінің жетекшісі. Қабанбай батыр, басқыншыларға қарсы қарулы қарсылықты ұйымдастыруды қазақтың артында ұлы сайқалар мен жүздерінен шыққан батыр. Бөгенбай Ақшаұлы, әскери қолбасшы, дипломат, жоңғарлармен болған соғыста бүкіл халықтың басын қосып, жауға қарсы күресті ұйымдастырушылардың бірі. Бұл жерде ұлы тұлғаларға Абылай ханды, Әбілқайыр ханды, Малайсары, Бөгенбай, Бұқар жырауды жатқызуға болады. Абылай хан 300-дің басын біріктірген ханның бірі. Әбілқайыр хан кіші жүздің ханы. Малайсары қазақ қалмақ шайқасын тоқтатып, екі елдің бірлікке келуге шақырған. Бөгенбай қазақ батыры, Бұқар жырау Абылай ханның бас кеңесшісі болған. Абылай хан 300-дің басын қосты. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті. Наурызбай батыр, Абылайдың туыстаушы үш батырының бірі. Әбілқайыр хан, кіші жүз ханы, қазақ жасақтарының қолбасшысы, бас сардары. Тәуке хан, қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы қиын болған кезде қазақ елін басқарды. жақсы, өте тамаша. Яғни үш топта өте керемет жауап бердіңіздер. Сіздерге өте керемет деген дипломдарды табыстаймыз. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамыз бойынша біз үш топқа тапсырма береміз. Яғни бұл жерде үш топ. Ұлы жүз тобы құжаттармен жұмыс жүргізесіздер. Берілген дискрипторлар бойынша орта жүз маңызды тұжырым шкаласы әдісімен жұмыс жасаймыз. Ал кіші жүз тобы жетбуш әдісі бойынша берілген сұраққа жауап береміз. Яғни балалар, тапсырманы орындамас бұрын барлығымыз дискрипторды басшылыққа ала отырып тапсырмамызды орындаймыз. Бізде құжаттармен жұмыс жүргізетін топ ұлы жүз тобы, иә? Сіздер Абылай хан кітабын, яғни ресурсты басшылыққа алып отырып тапсырманы орындайсыздар.
Топ, бірлікпен жұмыс жасаймыз. Бірлікпен жұмыс жасаймыз. Жоқ, бұған емес сіздер, маған топ, бірігіп жұмыс жасаймыз. Тапсырманы орындау барысында ғаламтор байланысын қолдануға болады балалар. Ғаламтор байланыстарын, оқулықтарды қолдануға болады.